Көп адам әлі күнге дейін білмейді. Қараңыз, ChatGPT-де үйрену деген функция бар. Оқу және үйрену. Кез келген нәрсені сізге үйретіп береді. Қараңыздар. Мысалы, мен мына жерге жазамын: маған жасанды интеллект автоматизациясын үйретші n10 деп жазасыз да, мысалы. И ол сізге n10 арқылы автоматизацияны қалай жасауға болатынын көрсетеді. Бұл деген жай ғана үйрету емес, бұл деген мұғалім сияқты үйретеді да, арнайы функция, міне оқу деген. Мінекей, жайлап міне қадам-қадаммен сізге барлығын үйретеді. Сол сияқты тек қана автоматизация емес, кез келген сала, таргет болсын, SMM болсын, қандай сізге білім керек болса, ағылшын тілі болсын, осы ChatGPT арқылы бүгін қазір үйде отырып үйрене берсеңіз болады. Және де тек қана былай жазу арқылы емес, мына жерге басып, ол кісімен, ChatGPT-мен сөйлессеңіз де болады, ол қазақша түсінеді. Және де ChatGPT-де қазақ тілі интерфейс те бар. Мына жерге менюға бассаңыз, мына жерге профайл тұрады да, профиль, соған басасыз, параметрлер деген жерге басасыз. Мына жерден қазақ тілін таңдаңыз, қазақ тілі бар. Мына екінші сөйлеу тілі, ол басқа, бұл сенің сөйлеп жатқан тілің, оны да қазақша аударсаңыз болады. Бірақ мен ағылшынша сөйлеймін, сол үшін қалдырдым. Мына жерде қазақ тілі кейбір адамдарда орысша тұруы мүмкін, немесе ағылшынша тұруы мүмкін, содан түсінбей қалуы мүмкін да. Бірақ қазақ тілі ChatGPT-де бар интерфейс, көрдіңіз бе? Полностью сізбен қазақ тілінде сөйлеседі, мына кнопкалар бәрі қазақша болады. Сол достар, ақылы курстар сатып алмай, үйде отырып осылай қадам-қадаммен ChatGPT арқылы үйрене беріңіз, ақша құртпай. Осымен үйреніп бір шегіне жеткенде, ал маған қазір консультация керек, эксперттің білімі керек деген кезде ғана барып сатып алыңыз курстарды. Көп адам әлі күнге дейін Google-ды қолданып білмейді, YouTube-ты қолданып білмейді. YouTube-та толып тұр пайдалы ақпарат. ChatGPT-де мінекей үйретеді сені, сөйлесе аласың. Басқа не керек? Қазіргі заманда үйренуге деген барлығы сізге дайын тұр. Ана Coursera, неше түрлі курстар онлайн, бесплатный курстар толып тұр. Мен үйрен деп тұр, бірақ ешкім үйренбейді да.